Осинская екі құм қиыршық тас қоспасы кен орындарының резервтік бөлігінің тау-кен жұмыстарының жоспары, Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы 3 учаске жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы бойынша ашық отырыс арқылы өтетін қоғамдық тыңдаулар өткізу күні 19 мамыр сағат 11:00-де Жамбыл облысы Жамбыл ауданы Бектөбе ауылы Жамбыл облысы 136 Қаратөбе әкімдігінің конференц залы мекен-жайы. Экологиялық кодекстің 73 бабының 11 тармағына және қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларының 11 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің жергілікті атқарушы органы өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Мен жергілікті атқарушы органдарының өкілімен және жиналысқа төрағалық етемін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес жиналысқа қатысушылар қоғамдық тыңдаулардың хатшысын сайлауы және қоғамдық тыңдаулар регламенттерін бекіту қажет. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Төлеубеков Бексұлтан сайлауды ұсынамын. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде сайлау үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім қарсы болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Дауыстарды санауға жиналыс төрағалының өзі жүргізіледі. Жиналысқа қатысушылардың көпшілік дауысымен хатшы сайланады. Қоғамдық тыңдауларын өткізу мынадай регламенттері ұсынылады. Бірінші, баяндаманың сөз сөйлеуі 30 минутқа дейін. Баяндаманы талқылау. Қоғамдық тыңдаулардағы қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы бойынша сұрақтары мен жауаптары 30 минутқа дейін. Сөз сөйлеу немесе сұрақ қою, ескерту немесе ұсыныс жасау үшін қолдарыңызды көтеріп, өзіңізді хаттамаға ұсыну қажет. Сұрақтар, ескертулер мен ұсыныстар қоғамдық тыңдаулардың мәні бойынша болуы қажет. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындысын шығару 15 минутқа дейін. Мен регламентті бекітуге дауыс беруді ұсынамын. Қоғамдық тыңдау ережесін бекіту үшін қолдарыңызды көтеріңіздер. Кім қарсы болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Хаттаманы дайындау үшін бейне және аудио жазба жүргізу жатқанына хабарлаймын. Сөз баяндамашыға беріледі. Сәлеметсіздер, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Осинская екі құм қоспасы кен орнының резервтік бөлігінің тау-кен жұмыстарының жоспары Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы 3 учаске жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы. Жобалық құжаттама бойынша презентацияны қолдарыңызда көрсетіп тұр, қазақша және орысша екі мәтінде және де нәзіргі слайд-шоуда бар. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін негіз Қазақстан Республикасы экология кодексінің 96 бабының 1 тармағы бойынша мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдаулар өткізу міндеті болып табылады. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу қағидаларының 3 тармағына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманың міндеті экологиялық кодекстің 80 бабына сәйкес мынадай объектілер жатады. Бірінші және екінші санаттағы объекттер салу немесе пайдалану жөніндегі жобалар құжаттамасы және экологиялық құқықтар алу үшін кодексте көзделген өзге де жобалар құжаттары. Кәсіпорын туралы жалпы мәліметтер берсек, жоспарлау қызметінің бастамашысы Игорь Квитас ШС. Заңды мекен-жайы Жамбыл облысы Тараз қаласы, Госпитальный пункт көшесі 5. Директоры Сматов Нұрсұлтан Беғалиұлы. Осинская екі қиыршық тас қоспасының резервтік бөлігінің 3 учаскесінде Тараз қаласынан батысқа қарай 6 км жерде егістік емес жерлерде орналасқан. Сипаттаған кен орны ауданы бойынша Тараз қаласы, Новожамбыл фосфор зауытының теміржол тармағы және Тараз қаласы Аса ауылының Аса бетон автожолымен қосылатын бірқатар қара жолдар өтеді. Жобаның тау-кен технологиялық бөлімі құрудың негізі Осинская екі құм қиыршық тас қоспасының кен орнын іздеу және барлау жөніндегі геологиялық есептің деректері болып табылады. Аудан орталығы Аса ауылы, облыс орталығы Тараз қаласы болып табылады. Әрі қарай слайдта нысандарының орналасу картасы көрсетілген. Рұқсат етілген шығындардың нормативтері 2025 және 2034 жылдарға белгіленеді. Ластаушы заттардың шығындыларының көлемі 11,194 тонна жылына көрсетілген. Су мен жабдықтар және бу өндірістік қажеттіліктері арналған судың тұтыну көлемі 692,427 мың метр кубті көрсетілген. Және де сулар шаруашылық тұрмыстық салқын суға ағызатын болады. Герметикалық киімнен қайсы заттары автокөліктен әкетіледі. Кейіннен қолданыстағы кар жүйесіне апарылады. Су объектілеріне және жер бедеріне ағызу жоқ. Қалдықтардың
2024 және 2025 және 2034 жылдарға арналған және де ол көлемі бойынша 1140,9 тонна көлеміне көрсетілген. Қалдықтардың екі түрі қауіпті емес сыныпқа түзіледі. Өндірістік экологиялық бақылау бойынша кәсіпорынның өзімен санитарлық қорғау аймағының атмосфералық ауаға әсері бақылайды. Жер тоқсанда бір рет, су ресурстарын бағалау тоқсанда бір рет, өндірістік қалдықтардың мониторингі жүргізіледі. Ол тұрақты түрде жүргізіледі. Кәсіпорын аумағында топырақ жамылғысы мониторингісі жылына 2 рет. Табиғатты қорғау шаралары көрсетілген. Атмосфераға ластаушы заттарға шығарындарының көздерін бақылау жүргізу, атмосфера ластаушы шығарындарының көздеріне бақылау жүргізу, суармалы түтінді ұйымдастыруға сәйкес келетін жасыл желектерді отырғызу, жабдыққа көрсетілетін техникалық және ағымды жүйелеу кешендері көрсетілген, арнайы өндіріс және түтін қалдықтарын бөлек жинау және шығару. Ұйымдар пайдалану процестері барлық алаңдарда жүзеге асырылатын болады. Баяндама үшін рахмет. Баяндаманы талқылауға көшеміз. Ескертеміз, сұрақ қою үшін қол көтерулеріңіз қажет. Сөз берілгеннен кейін сөзге тұрып, өзіңізді таныстыруыңыз қажет. Қоғамдық тыңдауларыңыздың төрағасы, сонымен барлық сұрақтар қойылып, оларға жауаптар алынады. Қоғамдық тыңдаулардың қорытындылауға кірісеміз. Құрметті қатысушылар, сіздерге Осинская 2 құм қиыршық тас қоспасы кен орындарының резервтік бөлігінің тау-кен жұмыстарының жоспары, Жамбыл облысы Жамбыл ауданындағы 3 учаске жобасында ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы құжаттамасы ұсынылады. Қоғамдық тыңдаулардағы қатысушылардың қаралған құжаттары мен тыңдалған баяндамалардың сапасы туралы, оларды түсінудің толығымен және қолжетімділігі тұрғысынан жалпы пікірін айта аламын. Құжаттар толық және түсінуге қолжетімді болып табылады. Сондай-ақ қоғамдық тыңдаулардың өтті деп айта аламын және қоғамдық тыңдаулардың аяқталды деп жариялаймын. Барлықтарыңызға қатысқандарыңыз үшін рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.